Жалпы мына төңірек базар төңірегі. 100 жыл бұрын жұмыс бастаған. Қиын болатын бірақ нәрсе ол тіл мәселесі. Шеберханасы дәл алдында отыр ғой. 这里是上海的城隍庙 ，business organization。这里面是什么？ Тағамға очередь составить етіп тұрмын. Бүкіл әлемдік брендтер барлығы осы қалада табылады. Кім ойлапты осыдан бір ай бұрын осында 101-ші қабатта Шанхайдың төрінде Шанхай Тауэрс да таңғы ашып отырамыз деп. Ұшақтан түстік жаңа. Шэньчжэнь, Шанхайға келіп қондық. Аэропорттың ішінде примерно бір 20 минут жаяу жүріп түстік. Мына жерде метро тұр. Ойлап қараңыздар. Бұл метро. Қаланың ішіне таситын метро емес. Бұл метро именно аэропортқа арналған метро, понимаете? Түсінесіздер ме? Аэропорттың жолаушыларын тасымалдауға арналған метро. Ал сізге керек болса. Енді өзіңіз елестете беріңіз. Шанхай аэропортының қаншалықты масштабын ойластыра беріңіз, елестете беріңіз өзіңіз. Мынау барлығы самолеттен түскен жолаушылар. Қалаға шықпайды, тек қана аэропорттың ішінде ғана айналып жүріп тұрған. Өте уютный бір гостиницаға келіп келдік. Маған вообще Қытайдың гостиницалары қонақ үйлері вообще ұнап жатыр. Барған сайын ұнап жатыр. Мынау қонақ үй. Қымбат емес, сіздерге айтайын. Мынау қымбат емес. Қазір сұрайын бағасын. Ары кетсе 25 30 мың бір нөмірге. Бізде бұндай гостиницалар құдай біледі қанша. Кемінде бір 70 мың теңге, 90 мың теңге. Короче, мен 20-30 мың теңге деп мен артық айтып қойдым. Қателесіп айтып қойдым. Оказывается, 14 мың теңге. 14 мың теңге. Ойлап қараңыз, жаңа есептедім. Жалпы қонақ үй қымбат деген түсініктен аулақ болу керек қой. Қымбат жатамыз, қымбат тұрамыз, қымбат жүреміз деген түсініктен аулақ болу керек. Ондай қатты қымбат емес. Енді әрине сіз өзіңіз қалап, прям қымбатын іздеп, қымбат жатам десеңіз, табасыз қымбатын. Табылады оған сіздің капризіңізге байланысты. А так, обычно стандартный номерлер, Қытай үшін стандарт номерлер, ал біз үшін высший стандартный номер ғой, байқана. Вполне доступный бағалар. Шанхай қаласына келіп қалдық. Орталық көшелеріндеміз. Әртүрлі торговый домдар, магазиндер. 25 миллион халқы екен, 25 миллион. Қазақстанда 20 миллион болса, бір қалада 25 миллион еще тіркелгені. Келіп кететіндері бар, еще дополнительно. Тағы бір 5-6 миллион қосып қойсаңыз, 30 миллион деп есептей берсеңіздер болады. Шанхай қаласы ең көне ескі қалалардың бірі саналады екен. Мына жерде мына көше мысалы ең ескі ежелден келатқан тарихи қалалардың бірі. Бірақ тарихи болғанмен ескеріп атқан ештеңе жоқ, барлығын жаңартқан. Тарихы мол қалада былай айтқанда. Бүкіл әлемдік брендтер барлығы осы қалада табылады былай айтқанда. Яғни финансовый центр, мировой финансовый центрлердің бірі екен. Кез келген ресторанға кірсеңіз, кафесіне кірсеңіз, асханасында дереу шай әкеліп береді. Жылы шайы, ыстық емес. Нан бар ғой, Но тегін дереу әкеліп береді. Оның шырыны
Mango жемесің шырыны. Өте дәмді. Өзіме қатты ұнады. Бұны ішсеңіз, даже тамақ ішіп берсеңіз, тойымда. Жалпы Қытай елінде мен байқағаным, жеміс-жидектердің шырын дайындау өте жақсы жетілген, дамыған. Кез келген жемістен шырын дайындап жүреді осылай. И еще на месте кесіп, көзіңіздің алдында. Сол жерде фрештен өткізіп, тазалап береді. Гуанчжоудағыдай прямо ыстық емес. Себебі Шанхай уже солтүстік жақта. Шанхайдың главный символы. Жүз бірінші этаж. Қонақ үйдің 101-ші этажындағы ресепшнға келдік. 470 метр биіктікте. Біз қазір Шанхайдың үстінен көрініс. Так, қысқаша рум-тур. Мынау жуынатын бөлмесі, мына жерде телевизор бар екен, айнасы. О, мына жақта фендер. Dyson ба мынау? Dyson. Мынау енді ванна жататын. Мына жерге басыңды қоясың, мына жақта телевизорды көресің, ана жерге бокал винаңды қоясың. Екінші кнопканы бассаң. Екінші кнопка мына перде жабылады. Тағы да жеміс-жидек әкеліп берді. Жұмыс істейтін орын. Жарық қойын. Планшет керек болса. Әлем бойынша екінші ғимарат. Азия бойынша бірінші ғимарат. Мынау температураны көрсетті, 22 градус. Так, мына жақта халат. Мынау қауіпсіздік шарасы үшін халаттар. Мынаның ішінде не бар екен, білмеймін енді. Сейф обязательно. Мынау пижама, каверс, на холодильник. Вот кухня, да? Мини. Тефаль. В общем, чайкой, равно. Опа. Шоколад. Шай-пай, сусындар әртүрлі. Круто. Мана телевизор жаңа мына жерге кіріп тұрған ғой. Сөйтсем диванға жатқан кезде мына өзі ашылады екен. Спа, фитнес-центр 87 екен.预约的话1个小时。Әрине жаңағы спа салондардың массажный услуга басқа жаңағы спорт зал қосымша ақы тұрады екен. Оның барлығы қосымша ақы, әрине арзан емес, қымбат. Бұл қонақ үйдің өзінің бағасы 5000 юан. Bir нөмір 5000 юан болды, примерно, грубо. Мына жақта уже мына жерде лифттен түскен кезде бізде бассейн. Қайырлы таң. Біз
101 қабатта таңғы ас ішіп отырмыз. Шүкай, қуандық, Ерзат, тағы да қалғанда. Кім ойлапты осыдан бір ай бұрын осында 101 қабатта Шанхайдың төрінде Шанхай Тауэрс да таңғы ас ішіп отырамыз деп. Кез келген нәрсе, кез келген уақытта күтпеген жерден, күтпеген жағдайда, күтпеген кезде болуы мүмкін. Мүмкіндіктер әр жерде әрқашан шығуы мүмкін. Ең бастысы сол мүмкіндікке сіз дайын болсаңыз болады. Ғимарат 1900 жылдары салынған ғимарат екен. Қазір жалпы мына төңірек базар төңірегі. 100 жыл бұрын жұмыс бастаған базар екен. Соған қазір аралауға келдік. Starbucks барлық жерде бар. Макдональдс и Starbucks көп жерден табуға болады. Сосын түріктердің ресторандарын тоже біраз жерден табуға болады. Мына кісілердің барлығы бір ұлттық бір тағам бар екен. Сол тағам, ұлттық тағам бір праздник сайын жейді өздері. Сол тағамға очередь составить етіп тұрған, очередь бәрі. Не екен? Осын жеуге мен өтіп жеп көрдім, алып батқан бір керемет дүние емес, но өздері жақсы көретін болып тұр ғой. Очередьке қарағанда. Жаңа тағамның аты Вебинг деп аталады екен, Вебинг. Nike магазинінің ішінде осындай баскетболның площадка жасап қойған. Электронный да барлығы. Таблолар астында полын бәрі электронный. Мына құрылғы рахат болды. Шүкайды ертіп алдым екен, осы құрылғымен базар алып жүрміз. Бір кішігірім аяқ киім алып алдым өзіме. Енді қызыма ойыншық алуға баратын. Так положено менеке, айтасың, түсінеді. Ешқандай не қажет емес. И ол да сөйлейді. В общем, спокойно, біраз нәрсені жеңілтейін деп тұрмын шаруа. Құрылғымен жүрміз. Спокойно магазин ішінде аралап. Мынаның ішінде не бар? Бір пайды көші. Шүкай біздің өзінің қонақжайлығын көрсетіп, мен қызыма сыйлық алып берді. Осында сыйлық алып берді. Нағыз китайский стильдегі ескі көшелердің біреуіне келдік. Нағыз туристер жүретін жер екен. Ағылшындарды
Türkтерді, орыстардың барлығы қосылып. Тек алға ақырындап деген сияқты ма сондай. Бұдан кейін одан да деңгейлерде жоғарылайсыз деген сөз. 这是事业圈，这个是事业圈，бизнес дейді, бизнесіңіз барғанша еңбек дейді, көтерді дейді. Қытайдың өздерінің нанымына байланысты нәрсе салып қойған, ішіне кіресің. Ішіне кіргенде қолыңды сұғып, өзіңнің неңді аласың, короче. Қағазыңды аласың. Қағазда не жазылып тұрады, сол сенің тағдырың примерно болжап береді. Шамамен енді. Қытайлардың наным тарихынан бұрыннан келатқан үрдісі былай айтқанда. Қазір Юбинг мерекесі отыр екен Қытайда. Соған қарапайым халықтың өзі де біраз жиналып қапты. Өздерінің алаңдарында кішігірім Юбинг мүсін салып қойған. Ошым Юбинг жейтін мейрам былай айтқанда жаңа тағам өздерінің. Қытайда жүргеніме 10 күннен асты. Более-менее қытайша үйреніп қалдым мен қазір. Шүкаймен қытайша сөйлесейін деп жатырмын. Шүкай,这里是上海的城隍庙，它是中国古代明朝的时候就开始有了。Шанхай қаласы өте ескі қалалардың бірі деп айтып жатыр. Сол қазір ескі қалалардың мүсіндерінің орталығында жүрміз деп айтып жатыр. Тарихы өте терең жатыр. 它是中国的道教发源过来的，然后建筑风格主要是那种明清式的建筑风格。бұл жерлерде хан бұрынғы патшалық өмір сүрген сарай былай айтқанда. Қазіргі таңда как музей ретінде сақталып тұр. Көріп тұрған болсаңыздар, мына жақта бірінші этажы магазиндер болып кеткен, ал үстіңгі этаждары сол музей ретінде тұр, негізі ескі қала болса да. Традиционный киіммен суретке түсіп жатыр. Тегін, кстати, суретке түсу тегін. Бізде Алматыда Шымбұлақта суретке түсу жаңағы шапанмен ақылы ғой, оларға тегін. Шоколадтан жасалған. Олардың бәрі шоколадтан жасалған. Нағыз қолдың жұмысы. Қолмен қышап, күміс алқалар, білезіктер, сақиналар жасап жатыр. Былай айтқанда мынау күміс магазині, күміс сататын магазин, сақина, білезік, басқа да дүниелер. Шеберханасы дәл алдында отыру былай айтқанда. Шеберханасы ұсталары дәл алдында отырады, на месте жасап беріп отырады. Бұл да бір маркетинг ход шығар. Яғни бәрі қолдың жұмысы деген сияқты. Жалпы Шанхай қаласы бір жақсы естеліктермен есте қалатын болды. Ең әдемі ережелеріне бардық. Ең биік ғимаратына бардық. Әлем бойынша екінші орында тұрған ғимаратына бардық. 5000 юан тұратын нөмірінде қондық. 5 миллион ғой,
жерін, Шанхайдың ең кереметтерін көрдік. Сосын жаңағы ескі көшелерінен барып араладық. Кішкене ғұрып әдеттерімен таныс болдық. Халқы өте қарапайым, сыпайы, барлығы жайдарлы. Көріп тұрғандарыңыздай өздерінің демалыс орындарында айналып жақсы уақыттарын көңілді өткізіп жүр. Қиын болатын бірақ нәрсе ол тіл мәселесі. Ағылшынша білсеңіз, онда қатты проблема жоқ. Ағылшынша білсеңіз, қытайша білсеңіз, тем более проблема жоқ. Бұл жақта ағылшынша, қытайша естесің әрине. Сол. Достар, 10 күннен аса бірнеше қалада болған сапарымызды Шүкайдың ұйымдастыруымен, Ерзаттың ұйымдастыруымен болған сапарымызды енді жолымыз ажырап жатыр. Қазір біз Үрімжіге өзімізге тиіп жатырмыз. Шүкайдың ұйымдастырған несіне рахмет, былай айтқанда іс-шарасына да. Ерзат бауырымыз осы жерде бәрін аударып, перевод жасап, түсіндіріп, ешқандай әр сұраққа былай айтқанда қиналмай бәріне ерінбей түсіндіріп бергеніне рахмет. Мінезіне ризам, қонақжайлылықтарына ризам. Шүкайдың, Ерзаттың жалпы алда уақытта тағы да кездесеміз ойлаймын. Талай бірге жұмыстар істесеміз деп ойлаймын. Негізі алда уақытта келетіндерге осы Шүкаймен, Ерзатпен байланысып, ары қарай не болсын, жаңағы Гуанчжоу, Кантонский ярмаркасы болсын, басқа да жалпы завод бола ма, басқа бола ма шаруаларға мен толыққанды сеніммен кеңес беремін. Осы жігіттер полный программамен, барлық условиямен ұйымдастырып береді. Жалпы сапардың жақсы болуы екі-ақ нәрсеге байланысты. Жарайды, үш-ақ нәрсеге байланысты. Бірінші, жататын жерің бәрі жақсы таза болатын болса, екінші, күтіп алған адамдарың мінезі жақсы, ниеті жақсы кісі болса, үшінші, сапарласып болған адамың жақсы болатын болса, осы үш нәрсе. Онда сапарыңыз сіздің есіңізден кетпейтін сапар болады. Қалай, Шүкай? Рахмет. Рахмет.